Баршаңызға қайырлы күн. Уыз істеуді көрсететін боламын. Парақшам пайдалы. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сиыр туғанда осындай сүт береді, ол уыз болып қатып қалады. Соны істеуді көрсететін боламын. Таза ыдысымызға сүзгіге өткізіп, уызымызды құйып аламыз. Одан дәу ыдысқа су құятын боламыз. Ыдыстағы уызымызды салып, бір қасық шекер салып, араластырып, газымызге қойып қоятын боламыз, бетін жауып. 5-10 минутта пісіп дайын болады. Парақшам пайдалы. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Қараңыздар, енді ыдысыңыздарға ұсына берсеңіздер болады. Тәтті болуын қалайтын болсаңыздар шекер саласыздар, тәтті болуын қаламасаңыздар шекер салмасаңыздар да болады. Уызда көптеген витаминдер бар. Парақшам пайдалы. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Комментарийға өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Рахмет.